Ангина асқынған кезде тамақ бездері ісініп тұншығып қалу қаупі бар. Бұл сырқат балалар арасындағы өлімнің бір себебі. Ангина көмекейдегі бадамша безінің қабынуынан туындайды. Тілдің екі жағындағы көмекейдегі без ағзаға түрлі бактериялар мен вирустарды түсірмей, тыныс алу жолынан сүзіп алып қорғайды. Бірақ кейде бұл қорғаныс безі инфекцияның асқынуына төтеп бере алмай қабынады. Салдарынан адамның тамағы іріңдеп, қатты ісініп, тыныс алу жолдары бітейді. Сондықтан ангинадан тұншығып қалу қаупі бар. Медицинада бұл ауруды тонзиллит деп атайды. Ангинаның алғашқы белгілері тамақтан қызарып айқын ісінуі, бадамша безде ақ ірің пайда болуы, дене қызуының 35 градустан жоғары болуы, әлсіреп дененің қалтырауы, мойындағы лимфа түйіндерінің ұлғаюы және ауырсыну сезімінің болуы, жөтелдің болмауы. Егер осы белгілердің кем дегенде екеуі байқалса, онда науқастың ангинаға шалдыққан болуы мүмкін. Ангинаның пайда болу себептері. Вирустар. Егер дәрігер сізде вирустық ангина бар деген қорытынды жасаса, онда ағзаңыз инфекцияларға қарсы тұра алады. Бактериялар. Дәлірек айтсақ, А тобындағы стрептокок. Егер бактериялық тонзиллит анықталса, дәрігер антибиотик тағайындайды. Тіс шегі. Тіс шегісінен пайда болған инфекция ангинаның туындауына себеп. Ангинаның бұл түрі көбінесе балалар арасында кездеседі. Дұрыс тамақтанбау, иммунитеттің төмендеуінің салдарынан. Тамақ іріңдеп қатты ісінбеген болса, бұл ангинаның жеңіл түрі. Ол ерекше емді қажет етпейді және өздігінен 7-10 күнде жазылады. Ал созылмалы бактериялық тонзиллит анықталса, міндетті түрде дәрігердің нұсқауы бойынша емделген жөн. Тонзиллиттің алғашқы белгілері пайда болғанда бірден дәрігерге қаралу керек. Себебі ауру асқынса, ота жасау арқылы бадамша безін алып тастауға тура келеді. Көбінесе құрамда пенициллин бар антибиотиктермен емделген жөн. Мұндай препараттар инфекциямен жақсы күреседі. Дәрігер тағайындаған антибиотикті қабылдаған соң, науқастың жағдайы бірден жақсара түседі. Бірақ дәріні соңына дейін толық қабылдау керек. Әйтпесе, ауру қайта қозып, антибиотиктерге де бой бермей кететін болады. Ауырсынуды басу үшін температурасы өзіңізге ыңғайлы жылы сусын ішіңіз. Шайнауды қажет етпейтін сұйық сіңімді тағамды тұтыныңыз. Олар жұтынған кезде тамақты ауыртпайды. Тамағыңызды жылы тұзды сумен шайқаңыз. Егер ауру шыдатпай бара жатса, ибупрофен және парацетамол негізінде препараттарды қолдануға болады. Жұтқыншақтағы аурудан арылу үшін спрейді қолдануға болады. Бөлмені ылғалдандырыңыз. Ангинамен ауырған науқасты оқшаулап, бөлек ыдыс, бөлек қол орамал берген жөн. Науқасты ас ішкен ыдысты мұқият жуып, 10 минуттай қайнатып алу өте маңызды. Үй жағдайында ангина емдеу жолдары. 1 ас қасық түймедақ пен 2 ас қасық жөке гүлі 1 стақан қайнатылған суға салып қайнатасыз. 5-7 минуттан соң өтті сөндіріп, 20 минуттай тұндырып қойыңыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, жұтқыншағыңыздың ауыз қуысын шаясыз. Емді күніне 5-6 реттен жүргізу керек. Екінші рецепт. Ұнтақталған 40 буынның 5 ас қасығын 400 мл қайнаған суға салып, тұндырып қойыңыз. Шамамен 15 минуттан соң сүзіп алып, тамағыңызды шаясыз. Үшінші рецепт. 2 ас қасық таңқурай жапырағын 1 стақан қайнаған суға салып, тұндырып қойыңыз. 10 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, жұтқыншағыңызды шаясыз. Бұл әдіс тамақтың қызарғанын кетіреді, мазасыздықтан арылтады, әрі баспаны жедел түрде емдейді. Төртінші рецепт. 1 стақан үгілген қызылшаға 1 ас қасық 6% сірке суын араластырып, тұндырып қойыңыз. Шамамен 15-20 минуттан соң қызылшаны сығып, тұнбаны сүзіп аласыз. Дайын болған соң емдік тұнбаны 1-2 ас қасығыңызбен тамағыңызды шаясыз. Емді күніне 3 рет жүргізу керек. Бесінші рецепт. 100 грамм қабығынан тазартылған сарымсақты жарты стақан қайнаған суға салып, тұндырып қойыңыз. Шамамен 6 сағаттан соң дайын болған емдік сусынды жылытып, тамағыңызды шаясыз. Бұл емді күніне 3 рет үзбей 3 күн жасасаңыз, баспа ауруынан түбегейлі айығасыз. Құрметті көрермен, егер де сізге видео пайдалы болса, лайк басып тіркеліп қойыңыз. Мен сіздерге дәрігер айтпайтын құпия ақпараттармен күнделікті бөлісіп отыратын боламын.